Сәлем достар, сіздермен тағы да Ерек Азавто. Достар, бүгін кезекті тағы автоподбор. Видеоны бастамас бұрын арнаға жазылып, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Өткенде айтып, мен іздедім ғой. Toyota Avensis, Subaru 2 Avensis, сол братқа іздедім де 3,5 миллион теңге көлемінде. Бүгін басқа кісілерге көлік тауып бердім. 4,5 миллион шамасында кроссовер алдық. Кеше рынктан алдық, ол кісілер асығыс болып келді, резко алып кетеміз деді. Сондықтан да бір-екі машина көрдік, содан кейін осы машинаны алды. Қазір көрейік қандай көлік. Hyundai Tucson 4 миллион 400 мыңға алды, 2007 жылғы. Қозғалтқышы 7, бензинмен, бұлардың Tucson'дардың 2 литрлігі де бар ғой. Достар, сонымен көлік 2007 жылғы. Зазорын бәрі прям идеальный ғой, идеальный. Қарап тұрсаңыздар. 4 миллион 400 мыңға түсіп, 4 миллион 700 ба, сондай сұраған. Есіктердің бәрі зазорлар. Көріп тұрсаңыздар. Есік идеальный жабылады, ешқандай қажамайды. Аяқты қарасаңыздар тоже қажамайды. Так, сіздерге сразу қозғалтқышты көрсетіп кетейін. Так, мына жерде сіздерге қозғалтқышты көрсетіп жібере салайын. Ашамыз. Так, көлікті оталдырып жіберейік. Салон жайлы отдельно айтатын боламыз. Так, көлікті оталдырамыз. 2,7 қозғалтқыш көлемі. Прям 2,7 бар ғой, 2 литрден мощный. Расход бірдей болады. Неге десеңіздер, кузов ауыр болады. 2 литрға, любой кроссоверге 2 литр аз турбина болмаса. Мынада турбина жоқ, простой автомат. Көріп тұрғандарыңыздай қозғалтқышты көрсетейін. Енді өкінішке орай газ упор жоқ. Қарап тұрсаңыздар, қозғалтқыш ешқандай дыбыс жоқ. Лонжерон целый. Екі жағы лонжеронды целый, телевизор бүтін. Қозғалтқышта дыбыс жоқ, қарап тұрсаңыздар. Фарлар ауыспаған, оригинал, екі жақ фарды. Вообще машина не битый дейді. Көріп тұрғандарыңызда енді уақыт өзінікін алады, царапиналар бар. Самый главный, қарасаңыздар достар, ең бастысы зазорды қараңызшы. Идеальный. Екі жақ зазорда. Біз көп көлік көріп, 4 миллион шамасында. Зазорлар онша емес, міне тағы да режиктер бар. Бұл енді өзінің 13 жыл болған көлікке нормально. Так, ашып көрейік. Багажды көрсетіп жіберейін сразу сіздерге. Міне осындай полкасы бар. Бірақ жағында светтағы, бірақ жағында ғана. Так, қуаттағыш көзі. Артын көрсетіп жіберейін сіздерге. Запаскасымен арт ұрылмаған, ешқандай майысқы, ешқандай жері жоқ. Еше алғанда көрсеткен жоқпын, потому что біз рынктан алдық оны. Сүріп. Адамдар бір түрлі қарайды да түсіріп жүрген кезде. Одан кейін достар, багаж ашатын, ол уже үстіндегі мына терезесін ашатын, отдельно ашылады, көріп тұрсаңыздар. Бұл жерде уже газовый стойка, газовый порты. Көріп тұрсаңыздар. Четко жабылады, түк. Артын бәрі зазор идеальный. Енді мынау сынған, жарайды, ештеңке емес бұл. Нормально. Самый главный сырты ғана шынған. Ішіне буланады деп ойлай қоймаймын негізі. Жарайды, кейін стеклосын бірдеңесін ауыстыра салуға болады.
көріп тұрсаңыздар, мына жағы есігі де идеальный ашылады. Салон кожа шаршамаған. Пробег 160 жетін бір бәле, қазір қараймыз пробегін. Шынтақ тірегіші бар, отдельно стақан салғышы бар. Потолок желательно химчистка, бірақ ондай қатты требовать етіп тұрған жоқ химчистканы. Светтер барлығы жанып тұр, ручкалары істейді. Так, подушка безопасности бізде так өкінішке орай екеу ғана. Жүргізушіде және жолаушыда ғана. Электропакет толық, барлығы істейді. Барлығы істеп тұр. Так, артына отырып көрейік. Арты достар кең. Қарап отырсаңыздар, мен ал өзім ыңғайлы отырдым жаңа. Реттеп қаншама орын бар. Кең. Так, бас жақта потолокта кең. Көріп тұрсаңыздар, наклейкасы заводтық электропакет толығымен жұмыс істейді. Бірақ до конца түспейді. Көлікте артында тонировка жасалмаған, ешқандай да заводской өзінің. Заводской оған шамалы разница бар, чуть-чуть қана. Немесе жақында шешкен тонировканы. Клейлер алып, скорее всего, жақында шешкен. Так, отырайық достар. Гур. Мен енді электроусилителмен жұмай өрмен. Содан кейін маған ауырлау сияқты шамалы. Бірақ гур нормальный, гур осылай жұмыс істейді. Так, мына жақта светтер бәрі жанып тұр. Бұның барлығын тексеріп алу керек. Каждый мелочь болса ақша қалғаннан кейін оның бәрін тексеру керек. Кейбір көліктерде мынау бүйтіп риск түсіп кетеді ғой, очки салғыш. Бұл ақырын асықпай түсіп тұр. Мына кезде қарап тұрсаңыздар, тоже жарық шамдары бар. Алдыңғы екі жолаушыға орындық жылытқыш істеп тұр. Барлығын тексерейік. Міне есіктерді құлтап қоятын, ашатын, бүкіл есікті терезені құлтап қоятын, ашатын, бүкіл терезені. Тек қана сіз ғана басқара аласыз. Одан кейін толық автоматты түрде бірақ терезе ашылады. Көп көліктерде сондай. Бірақ мынау комплектациясы өте жақсы, кожаный салон. Комплектациясы жақсы көлік екен. Полный деп айтуға болады 2007-ге. Қарап тұрсаңыздар, автостекло неде ғана, жүргізушіде ғана. Ол яғни бүйтіп басып қалсаңыз толығымен өзі түседі. Және көтеріп қойсаңыз жоқ, тек қана түседі екен достар. Автомат түрде көтермейді. Тек қана түседі. Ал басқалары тоже істеп тұр. Алдыңғы екеуі толық түседі терезе, артқы екеуі сияқты емес. Бізде кондиционер. Печка анау мынау. Так, тежегішті басып салып көрейік. Екіде жетіге идеальный. Былайша айтқанда атып тұр ғой. Достар, көліктің иесін тағы бір минусын айтайын. Көлікті жақсылап жуып әкелген дұрыс, бірақ ішін жинамапты, қараш. Неприятный да бұндай клиентке ше. Бұған сатушыға минус салфетка, малфетка бәрі жатыр да. Бұған минус қоямыз. Сосын бардачок, достар. Осылай ашылады бардачок. Тоже таза емес. Бірақ книжка номиналары жатыр Hyundai'дің өзінің. Көріп тұрсаңыздар, Tucson дейді, анау. Маска жатыр. Влажный салфетка. Неприятно. Ұстамайды, короче. Одан кейін достар, сіздерге көрсетпектің ең бастысын. Көліктің жүрілген шақырымы 171.211 шақырым жүрген, чек барлығы жанып тұр. Подушка жанып тұр. Барлығы дұрыс. Тек қана бензин аз. Енді не айтамыз басқа? Көлік тамаша. Самый бір жақсы жері ұнаған, қараңдар. Мырстардық сияқты ше. Терезеге жел үрлейтін. Манекей, көріп тұрсаңдар. Достар, қараңыздар, новый Саретта Kia. Бұлар жалпақ және бойы кішкентай ма, Tucson биіктеу ма, қараңыздар. Екеуін салыстырыңыздар, достар. Қайсы биік? Tucson биікті, ешқандай көтермеген, заводской. Просто жай. Биіктігін тексеріп жатырмын да, қарасаңыздар. Шынымен Tucson биік екен негізін мынаған қарағанда ше. Асты да биік, үсті де биік. Және де екі бәсеңдеткіш.
көріп тұрсаңыздар, бұл тек 2,7 литрлік қозғалтқыш көлемдерінде V6-ларда болады. Бәсендеткіш көшетел ғой. Достар, тағы бір ұнағаны қарап тұрсаңыздар, мына жерде шынтақ тірек, шынтақ батырман бассаңыз алға шығады. Идеальный қол тірек қойып отырасыз да. Артқа қайтарып тастасаңыз тоже неудобно болып қалады қолға. Артқа кетіп қалады, төмен түсіп кетеді. Мынаны басып қаламыз, көтерілді, алға жылжыды, тамаша. Тағы бір қалтасы бар астында, бетінде қалта жоқ, мынау ғана. Ал өткенде Kia Sportage-да 2014 жыл, ондай жоқ, одан қайсы артқа шегініп барып, қол шынтақ тіре отыру керек. Мына 2007 жылғы көліктің өзінде бұндай ыңғайлылықты қарастырған қол тіреп отыру үшін. Көріп тұрсаңыздар, міне тамаша. Кере жоқ, қол ұстап отырасыз осылай. Керек болып қалса, шығарып аласыз да отыра бересіз. Тамаша. Достар, сонымен бұл таңдаған көлігіміз, екі көлікті қарадық. Бірінші көлікті өздері қарапты ол кісілер. Сосын оны соңға келіп қойған, мына соңға ол кісілер. Содан, короче, ол кісілер келіп қойғанда оформить етейін деп жатыр екен. Анау Duster 2013 па 12 жылғы ма, сондай Duster дәл осындай түсте, осы Hyundai сияқты автомат толық жетекпен қарады бұл кісі. Содан 2 литрлі толық жетек Duster күшті деп риза болып жүр. Сосын ақыр соңында маған көрсетеді, сонда бірақ айтты маған. Барып қарасам, Duster дал ұрылған, дұрыс крас етілмеген, екі крыло крас етілген алдыңғы. Айтады, не крашны, братан, қарасай деп өтірген алып жүрейін деп жатыр да құлаққа. Ол кісілер машинадан былайша айтсам қатты разбираться етпейді. Сондықтан да мен барып дер кезінде тоқтаттым ол көлікті, алмаңыздар деп. Анау біртүрлі қол номерін бәрін шешіп дайындап, сонда қазір білесіздер, карантин өздерінше адам дайындап қойып, тез құтылу үшін көліктен. Бұл бір махинациялар ғой олардың. Ондайға мүлдем асықпаңыздар. Дер кезінде тоқтаттым, мен бардым айтып, не стоит, алмаңдар деп. Көңіл күй түсіп кетті, содан кетті. Жібердік, алмандар дедім, не стоит. Еще артын развал кетіп баған. Арт оң жақтан удар болған, сол жағы кетіп баған. Крас еткен, жақсы крас еткен, артын крыло жақта есікті крас етілген, бірақ удар нормальный удар болған, жақсы істеген, развал кетіп баған. Соны айттым, но не развал кетіп баған, анау, короче, соны кешке звондапты ғой, мен бәрін істетем, алшы деп. Көрдіңіздер ме, ондай көліктен құтыла алмай қалады. Сондай жаңа көлікке алыс деп жабысып, өзінің көлігін пихать етіп жатса, күдік болу керек, достар. Бірден, күшті беріп жатыр, күшті деп мақтағанға, құлақтан ілгенге сеніп кетпеңіздер. Құлақтан іліп жіберетсіздер. Ол ошибка. Сосын суббота күні қарадық, ана настроениесін түсірдік. Ол адамды алдауға болмайды, айту керек, ұрылған. Кісілер көлікті қатты разбираться етпейтін кісілер, сондықтан да алдап жібергісі келген. Сосын Tucson'ды көрдік. Сосын ол кісілер жүргісі келген жоқ, қалған ішіне ана варианттарды көрсетейін деген, тағы варианттар болған. Сосын осыны кездестіріп қалдық. 4 миллион 400, бағасы да нормальный екен, средний бағамен. 2005 жылғыларын өзі нормаль сұрап тұр. Содан жарайды дедік. Осы көлікті алатын болып шешті. Осы көлікті алып жатыр, оформить етіп жатыр қазір. Сонда. Сондықтан да достар, қазір бұл кісілерді мен қараған кісілер емес, сондықтан да бұл кісілерді қазір шығарып салуым керек, абайға дейін шығарып салам, дальше ары қарай кетеді өздері. Достар, көлікті шығарып салып жатырмыз, абайға әкеп тастадым. Бұл кісілер кетіп бара жатыр. Рахмет айтып жатыр. Айтпақшы достар, кстати, на Веста бар ғой. Былтыр алынған ше, 1,5 жыл болды ма. В общем, осы Веста сатылады. Ақша керек болып жатыр көлік иесісіне. Мына жерден номер шығады. Қазір номер шығады мына жерден. Сол жерде осы кісіге хабарласып, барлығын сұрауға болады. Веста кросс сатылымда. Так, решеткасын на хромды алып тастаған, значок қара қойып тастады, люстра қойып тастады. Осы көлік сатылым. Көлік сатылымда, жағдайы бәрі жақсы, эвакобрик.
В общем, достар, хабарласыңыздар көлік керек болса. Жақсы жеке. Давай. Енді достар, біз автобус ұстаймыз. Екі көлік кетті. Осылай завод кетті. Енді біз автобустан Қарағандыға обратно қайтатын боламыз. Сондықтан да достар, сіздермен қоштаспаймыз. Міндетті түрде арнаға жазылып, лайк басып, және подписаться деген кнопканы басып қойып, және де достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Поделиться кнопкасын басып қойып. Біз енді автобустамыз. Мынау көріп тұрғандарыңыздай Абай